Сәлем баршаларыңызға, құрметті менің көрермендерім, құрметті педагогтер қауымы. Бүгінгі біздің дене шынықтыру іс-әрекетінде ойналатын ойынымыз ол күн мен түн. Көпшіліктеріңізге таныс болуы мүмкін. Ал бүгін мен сіздерге ұсынғалы отырған ойыным 3 нұсқасында ойнатуға болады. Жалпы ойындарды ол педагогтың шеберлігіне байланысты өзгертіп, оны түрлендіріп ойнатуға болады. Әрине біз міндетті түрде ойындарды ойнатпас бұрын ойындардың ережесімен таныстырамыз. Ойынның ережесімен таныстырып, балалар меңгерді ма, сол ойынның шартымен ойнауға дайын ба, соны сұраймыз. Ал енді ойынымыздың екінші нұсқасы ол музыканы пайдалансақ болады. Біз күн деген атрибутты балаларға көрсетіп, музыканы қосамыз. Музыка қосылған бетте балалар әртүрлі қимылдар жасап билейді. Өздеріне ұнаған іс-әрекетті, яғни билейді, қимылдайды, қандай қимыл жасағысы келетін бала өзі шешеді. Енді түн деп атрибутты көтерген кезде балалар бірден ұйқыға бату керек. Бұл жерде балаларды тыңдай білуге, жылдамдыққа, ептілікке, назарларын аудара білуге баулимыз. Ал олай болса кеттік. Ойынның үшінші нұсқасы. Бұл жерде балаларды 2 топқа бөлеміз. Бірі күн, екіншісі түн тобы болады. Енді барлық балаларды алаңға шақырамыз. Яғни алаңда барлық балалар ойнап жүгіріп жүреді. Нұсқаушының белгісі бойынша ысқырған кезде, нұсқаушы күн деп айтқан кезде күн тобы өзінің үйіне жылдам кіріп үлгеру керек. Ал ай белгісін ұстаған түн тобы күн тобындағы балаларды ұстау керек. Егер де ұстап алатын болса, ол баланы өзінің тобына алып кетеді. Бұл жерде балаларды ептілікке, жылдамдыққа баулаймыз. Ойынды осылай алмастырып ойната беруге болады.